Абайлаңыз, хаккер. Соңғы кездері оңай олжаны интернеттен іздеген алаяқтар көбейіп барады. Алайда олардың қай жерден шабуыл жасап, қандай жолмен ақшаңызды суырып әкететіні белгісіз. Алаяқтардың амал тәсілдері күн өткен сайын артып келеді. Жаңаөзен қаласы полиция басқармасына интернет желісі арқылы жасалған 9 қылмыс жыл басынан бері тіркелген. Олардың басым көпшілігі онлайн сервистерден алдын ала төлем жасап алданғандар. Ғаламтор, әлеуметтік желі алаяқтардың оңай олжаға кенелетін ортасына айналған. Олар үшін бөтеннің мүлкін жымқыру тым қолжетімді болып кетті. Егер де сізге белгісіз тұлға хабарласып, өзінің басқа қалада жүргендігін айтып, дәл қазір картаңыздың нөмірін жазып, ақша салуды сұраса, бейтаныс адамдарға жеке басыңыздың деректері мен банк картасының пин-кодтары мен нөмірлерін айтпауларыңыз сұралады. Жаңаөзен қаласында көп қабатты үйлердің бірінен тексеру барысында жезөкшелер қызмет ететіні анықталды. Дән саудалайтын 37 жастағы бір әйел ұсталды. Шымкент қаласының азаматшасы Жаңаөзен қаласы полиция басқармасының жезөкше санатына есепке қойылды. Қазіргі таңда мұнда есепте 28 жеңіл жүрісті қыз есепте тұр. Бұл әйел ақшалай сыйақы үшін интимдік қызметтер көрсеткенін жоққа шығармады. Күдікті клиенттен ақша алу үстінде ұсталды. Барлық айғақ заттар притонды ұйымдастыру немесе ұстау дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс тергеліп жатыр. Қазіргі таңда жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету маңызды мәселелердің біріне айналып отыр. Осы бағыттағы жұмыстардың аясында Жаңаөзен қаласының жол сақшылары қауіпсіз жол акциясын өткізуде. Жаңаөзенде 30 жол көлік оқиғасы орын алған. Оның салдарынан 6 адам қайтыс болып, 40-тан астам жолаушы түрлі дене жарақатын алған. Бұл соңғы 9 айдағы көрсеткіш. Осындай орын толмас оқиғаларды болдырмау үшін республикалық қауіпсіз жол алдын алу шарасы өтіп жатыр. Шараның негізгі міндеті жол қозғалысы ережелерін бұзудың алдын алу. Бұл әсіресе жылдамдықты сақтамау, қарсы бетке шығып кету, рұқсат етілмеген қос жолаққа кіріп кету сияқты фактілердің орын алмауына бағытталды. Сондай-ақ қала маңындағы жолдарда жүк көліктері мен мотоциклдердің қозғалысына көп көңіл бөлінді. Шараның 2 күнде 300-ден астам көлік жүргізушісі жол ережесін бұзғаны анықталды. Оның ішінде алкогольдік ішімдік ішіп, көлік құралын басқару 1, қарсы бағытқа шығып кетудің 2 фактісі тіркелген. Жол көлік оқиғаларының алдын алу, болдырмау, жол ережелерін қатаң түрде сақтау болып табылады. Жаңаөзен қаласының тұрғындарына жол ережесін қатаң сақтауға шақырамын. Рейд кезінде түнгі уақытта құжатсыз көлік басқарған жүргізуші анықталды. Тексере келгенде рөлдегі жасөспірім болып шықты. Айласын асырып, бұзақылығын жасырған оқушы ата-анасының рұқсатын сайдап шыққан көлігі айыптұраққа қамалды. Неге құжатсыз көлік басқарыпсыз? Түнгі мезгілде? Не себеп бұл? Ауыл көшелерінің тыныштығын торыған сақшылар жүйелі жұмыс атқарды. Түнгі мезгілдегі өткен көлікпен жүрген жүргінші назардан тыс қалмады. Біреуіне ескерту берілсе, енді біріне айыппұл салынды. Мұның барлығы да жүргізуші мен жолаушының қауіпсіздігі. Шаңырақ шағын ауданының учаскелік полиция инспекторлары күдікті деп тексерген 19 жастағы тұлғаның қалтасынан есірткі тапты. Қазіргі таңда аталған дерек тергеліп, тексеріліп жатыр. Райымгүл Махамбетова, Баққали Зайдинов, жаңалықтар. Сонымен қатар жалдамалы пәтерлердің қаншалықты заңды түрде жұмыс жасап жатқанына назар аударады. Аңшылық қарулардың ережеге сәйкес сақталуына да көңіл бөледі. Шұғыла шағын ауданының тұрғындары өз учаскелік инспекторларының жұмысты жақсы жүргізетінін айтады. Айтқанда шақырғанда қызметтеріне толық жақсы қызмет атқарады. Шақырғанда келеді, керек болғанда бақ. Осындай болып істей, барлығы осындай осылар үлгі алсын. Осы азаматтардың. Бұл азаматтар өте жақсы. Шұғыла шағын ауданының 15 тұрғынында 18 аңшылық қару бар. Барлығы да инспекторлардың тіркеуіне алынған. Әр 3 ай сайын олардың ережеге сай сақталуын қадағалап тұрады. Аңшылық қарулар арнайы орындарда тұру керек. Оның қасына үйдің құжаттары, алтын күміс сияқты қымбат дүниелерді қоюға болмайды. Қару иелерінің аңшылық сақтау қару сақтайтын сейфінің іші қарудан басқа қаруға қатысы бар құжаттардан басқа зат сақтауға тыйым салынады. Арнайы GSM сигнализация дабыл қондырғысы орнатылып, оны әр барып тексерген кезімізде қарап тексеріп отырамыз. Яғни ол дабыл қондырғысы істен шыққан жағдайда әкімшілік хаттамасы толтырып тиісті шара алынады.
Шұғыл шараның тағы бір мақсаты тұрғындарға карантиндік жағдайды түсіндіру, шағын аудан бойынша атқарылатын іс-шаралар жөнінде де хабарлау. Сәбит Лұқпан, Баққали Зердинов, жаңалықтар. Жол инспекторларының қызметіне қатысты бірден бірнеше көлікті тоқтатып, бір жүргізушіні патрульдік көлікке отырғызып, қалғандары кезегін күтіп тұратыны туралы сұрақтар қойылды. Сонымен қатар олардың бейне бақылау орнатылған нүктелерде жұмыс жасап, қалған аумақтардың бақылаусыз қалатыны да жеткізілді. Қала орталығындағы бағдаршамдар жұмысын тоқтатқанда реттеуші инспекторлар келмейтіні де айтылды. Бағдаршамдарда барлық жерде камера орнатылған. Камерадан анықтап, жедел басқару орталық қызметкерлері біздің экипажға жібереді. Біздің қызметкерлер міндетті түрде өз жерді реттеуге міндетті түрде. Қай жерде көп қылмыс орын алады, анализ жасап, сол жерге полиция қызметкерлері тығыз орналастырамыз. Қала орталығындағы басты жолдар кәсіпкерлердің, мекемелердің коммуналдық желілерді жүргізуінің нәтижесінде шұрық тесік болып жамалмай жатады. Сондай-ақ бағдаршамдарға да электр энергиясын өткізу үшін бұзылған жолдар қалпына келтірілмейді. Мұны полиция басқармасының жол және техникалық инспекция тобы қадағалайды. Тұрғындардың өздерінің қоятын olur, асфальттан қояды, темірден қояды. Осыған байланысты сіздер қадағалап бір шара жүргізесіздер ме? Тұрғадан салынған, асфальттан қолдан қойған, бұл болмайды, заңсыз. Біз барамыз, көбіне көшелерде кездеседі ондай жағдай. Біз барамыз, мысалға, көшеде 4 үй орналасқан болса, соның ортасына қойған болса, біз 4 үйге кіріп сұраймыз, кім қойған? Олар мойындамайды. Сол кезде ешкімге айыппұл салуымызды білмейміз, кімге салатынымызды. Енді қазір алдағы уақытта сол тұрба, асфальттардың барлығы алынуда. Полиция басқармасының қызметіне қатысты әлде сауалдар бар еді. Алайда бүгінгі тақырып жол ережесіне байланысты болғандықтан, әрі басқарма басшылары қатыспағандықтан сұрақтар жауапсыз қалатын болды. Сәбит Лұқпан, Дәурен Бейсенбаев, жаңалықтар.